Барлықтарыңызға сәлем оқушылар. Өткен сабағымызда біз дұрыс емес етістіктердің жиі қолданылатын дұрыс емес етістікті үйреніп біткен болатынбыз. Бүгін балалар special question деп отыр 40-шы сабағымызда, яғни нақты сұрақты қойып үйренетін боламыз. Жалпы сұрақ қою қалай болады? Өткен шақта сұрақ қою үшін did'тен бастайтынбыз. Did қосылған I, you, we, they, he, she, it қосылған verb бірінші форма, яғни шатаспау үшін бірінші форма деп айтып қояйын мен. Did қосылған I, you, we, they, he, she, it қосылған бірінші форма, яғни барлығына етістіктің бірінші формасы. Міне осылай біз жалпы сұрақ қойып үйренген болатынбыз. Жалпы сұрақ дегеніміз не? Ол жалпы сұрақ дегеніміз немесе жоқ деп айта салуға болатын сұрақтар. Мысал келтіретін болсақ, мысалы did you go to school? Сен сабаққа бардың ба десе, yes, I did деп жауап бере саламыз. Деп, мысалы, жоқ, барған жоқпын десе, no, I didn't деп. Мысалы, did he do his homework десе, ол өзінің үй жұмысын жасады ма десе, мысалы, yes, he did, немесе no, he didn't деп айта салады екенбіз, қысқаша. Ал енді special question деген, яғни мына special question деген осының барлығының алдына жазылады екен, did'тің алдына нақты сұрақ қойылады екен, содан кейін барып did қойылады, содан кейін барып есімдік, ал содан кейін барып етістік болады екен, Мінекей балалар, осы біздің ережеміз. Мына көкпен белгілеп қояйын, міне біздің ережеміз. Міне енді балалар түсінікті болса, бірден мысалымызға көшейік. Бірінші мысалымыз what деген нақты сұрақтан бастайық. Сен оған не деп жауап бердің? What деген ол қандай және не деген сұрақ, Сен оған не деп жауап бердің? Өткен шақта айтып тұрмыз, не деп жауап бердің? What did you answer him? Міне, тура ережеміз бойынша special question. Міне, мынауымыз special question. Содан кейін did'іміз тұр. Содан кейін етістіктің біреусі, кез келген біреусі, мысалы, you тұр бізде. Содан кейін барып етістік бірінші форма, яғни answer. Answered деп иде қосып тұрмаймыз, себебі ол сұраулы сөйлем, сол үшін answer'де бірінші формасын аламыз. Содан кейін қалғаны him, оған. What did you answer him? Сен оған не деп жауап бердің? What'қа тағы да бір мысал. Сен кеше не істедің? What did you do? Мысалы, do деген жалпы ол істеу деген етісті қой, What did you? Мына өткен шақты білдіріп тұр. What did you do? Сен не істедің? Кеше. Yesterday. What did you do yesterday? Сен кеше не істедің? Сен менен не тықтың? Немесе сен менен не жасырдың? What did you hide? Бірінші форма келеді, балалар, сұраулы сөйлем. Hide деп екінші форма емес. What did you hide from me? Менен. Сен менен не жасырдың? Не тықтың? Что ты спрятал от меня? Таңғы асқа не жедің? What did you eat? Что ты ел? Не жедің? What did you eat? Таңғы асқа for breakfast. For breakfast. Breakfast деген таңғы ас, for breakfast деген, for деген бұл жерде үшін деген, Таңғы ас үшін не жедің? What did you eat for breakfast? Келесі енді балалар, қай кезде, қашан деген
нақты сұраққа мысал келтірейік. Мысалы, сен қай кезде келдің, қайтып келдің? Бізде қай кезде деген, қашан деген ол when, иә? When did you come back? Вернулся. Орысша айтқан кезде. When did you come back? Қайтып келдің, иә? Came back емес, come back деп бірінші формасын қолданамыз. Және тағы да бір мынандай не бар? Return. Бұл да қайту. Бұл да қайту деген мағынаны білдіреді. Екі не былай айтуға болады, come back немесе return деп айтуға болады. Мысалы, when did you come back? Сен қай кезде қайтып келдің? When did you return? Сен қай кезде келдің деген сияқты. Когда ты вернулся? Орысша айтқан кезде. Ол біздің үй жұмысымызды қай кезде тексерді? Yeah? When ол қай кезде тексерді? When did he? Олар бұл жерде өткен шақты білдіртіп тұрған сөз, ол did, иә? Сол үшін міндетті түрде ұмытпаңдар осыны жазуға. When did he check? When did he check? Ол қашан тексерді? Ол қай кезде тексерді? Біздің үй жұмысымызды our homework. When did he check our homework? Тура барлығы балалар ереже бойынша. Нақты сұрақ, did, қосымша сұрақ, есімдік, етістік, одан кейін қалғаны. Жетінші сөйлем. Олар өздерінің машинасын қай кезде сатты? Қашан сатты? When did they sell? Міне, осыны нақты ережемізді жазып алдық. When did they sell? Олар қай кезде сатты? Солды деп айтпаймыз. Екінші форманың себебі сұралу сөйлем. Бірінші форма қолданамыз. When did they sell? Өздерінің машинасын. Their car. When did they sell their car? Олар өздерінің көлігін қай кезде сатты? Сен ағылшын тілін үйренуді қай кезде бастадың? Бұл жерде нақты қай кезде деп тұрғаны, не үйреніп бастадың деп тұрған жоқ, қай кезде бастадың. Яғни бұл жерде негізгі етістік ол бастау екен. Қай кезде бастағанын сұрап тұр, иә? When did you begin? Немесе start. When did you start? Немесе when did you begin? Ағылшын тілін үйренуді. To learn. Яғни екінші етістік келіп отыр. Сол үшін біз арасына to қойып жазамыз. To learn English. When did you begin to learn English? Когда ты начал изучать английский? Сен ағылшын тілін үйренуді қай кезде бастадың? Келесі нақты сұрағымыз не үшін? Орысша айтқан кезде почему? Неге? Не үшін? Не үшін қате жасадың? Қате істедің? Why did you make a mistake? Осы арқылы біз өткен етістіктерімізді еске түсіреміз. Why did you make a mistake? Не үшін қателестің? Не үшін қате жасадың? Келесі етістік сөйлем. Ол не үшін бізді алдады? Өткен шақта айтылып тұр. Сол үшін де өткен шақта айтамыз. Why did she lie to us? Lied алдады, өткен шақ болатын болса, екінші формасы lie, lied. Why did she lie to us? Ол неге бізді алдады? Ол неге бізді әрдайым алдайды деп, мысалы, present simple'да қоятын болсақ, why does she болады, Why does she lie to us, мысалы. Why does she always lie to us болады өзде. Does she болады. Present simple'да әрдайым не үшін алдайды дейтін болсақ. Сен не үшін солай ерте тұрдың? Why did you ерте тұрды білесіңдер? Get up, сонда ерте, so early. Why did you get up so early? Сен не үшін сонда ерте тұрдың? Ты почему
встал так рано деп айтамыз, орысша айтқан кезде. Сен не үшін оның ақшасын ұрладың? Why did you steal? Steal, stole, stolen, ұрлау. Why did you steal your money? Сен не үшін оның ақшасын ұрладың? Why did you steal? Не үшін ұрладың? Your money, оның ақшасын. Сен не үшін онымен келіскен жоқсың? Өткен шарт. Келіскен жоқсың деп тұр уже. Why did you? Қараңыздар, балалар. Agree деген бізде келісу, ал енді басына disagree деп қоятын болса, онда келіспеу екен. Тура қарама-қайшы сөз тудырады екен. Why did you disagree? Почему ты не согласился? Не үшін келіспедің? Болады екен. Онымен with him. Why did you disagree with him? Сен онымен не үшін келіспедің? 14-ші нақты сөйлем, сұрақ. Енді қай жерде деген нақты сұрақпен мысал келтірейік. Where did you hide? Where did you hide? Hide деген жаңа ол, hide, hid. Hid деген бұл тығылу, жасыру деген. Where did you hide? Қай жерге тығылдың? Did істедің, өткен шақта айтып тұр. You, сен, hide, тығылдың. Қай жерге тығылдың? Where did you hide? Куда ты спрятался? Орысша айтқан кезде. Ал егер былай келетін болса, where did you hide it дейтін болса, онда ұқсайды, екеуі де бірдей, бірақ мынаның соңында it деген сөзі бар. Where did you hide it дейтін болса, онда сен бұны қай жерге тықтың болады екен, балалар. Мына жерде өзі сен қай жерге тығылдың болса, ал мына жерде мынаны сен қай жерге тықтың. Where did you hide it? Where did you hide money дейтін болса, мысалы, сен ақшаны қай жерге тықтың деп сұрақ болады екен. Екеуінің айырмашылығы. Сен бұны қай жерге лақтырып жібердің? Куда ты выбросил это? Яғни, лақтырып жіберу ол throw away, Where did you throw it away? Сен бұны қай жерге лақтырып жібердің? Where did you throw it away? Сен бұны қай жерге лақтырып жібердің? Сен ақшаңды қай жерде жоғалтып алдың? Where did you lose your money? Where did you lose your money? Сен ақшаңды қай жерде жоғалтып алдың? Жауап береміз. Мысалы, мен ақшамды мектепте жоғалтып алдым деп айтатын болсақ, I lost my money at school. Яғни, бұл жерде уже хабарлы сөйлем болғандықтан, болымды сөйлем болғандықтан, уже екінші форманы қолданып айтамыз. Where did you lose деген бұл сұраулы сөйлем, сол үшін де бірінші формасы келдіріп тұр, мысалы. Жоқ, мен ешқандай ақшамды жоғалтып алған жоқпын деп айтатын болсақ, бұл уже болымсыз сөйлем. Ол болымсыз сөйлемде де не айтамыз? Бірінші формасын айтамыз. I didn't lose my money. Мен ақшамды жоғалтқан жоқпын. 18-ші сөйлем. Сен ол жерден кімді кездестірдің? Яғни, келесі нақты сұрағымыз ол кім? Кім? Who? Кімді? Who did you meet? Мәт кездесу, балар. Who did you meet? There. Сен ол жерден кімді кездестірдің? Сен паркте кімді көрдің? Who did you see
See, so, seen, yeah? Who did you see in the park? I saw my friend in the park, мысалы. Өткен шақта айтатын болсақ, жауап беретін болсақ, I saw my friend. Екінші формасымен айтамын. I saw my friend in the park. Who did you see in the park? Паркте кімді көрдің? Саған бұны кім берді? Who did you give? Who did you give it to? Who did you give it to? Саған кім берді бұны? Мінекей балалар, осымен 20 сөйлеміміз аяқталды. Барлығын бір рет қайталап шығайық. Нақты сұрақ қою үшін past simple'да ең бірінші нақты сұрақ қойылады. Содан кейін барып did, содан кейін барып есімдігіміз жүреді, содан кейін барып етістіктің бірінші формасы жүреді екен. What did you answer him? Сен оған не деп жауап бердің? What did you do yesterday? Сен кеше не істедің? What did you hide from me? Сен менен не жасырдың? What did you eat for breakfast? Сен таңғы асқа не жедің? When did you come back? Сен қай кезде қайтып келдің? When did you return? Сен қай кезде келдің, қайтып келдің? When did he check our homework? Сен емес, ол қай кезде біздің үй жұмысымызды тексерді? When did they sell their car? Олар өздерінің машиналарын қай кезде сатты? When did you begin to learn English? Сен ағылшын тілін үйренуді қай кезде бастадың? Why did you make a mistake? Не үшін қателестің? Не үшін қате жасадың? Why did she lie to us? Ол неге бізді алдады? Why did you get up so early? Сен не үшін сонда ерте тұрдың? Why did you steal your money? Сен оның ақшасын не үшін ұрладың? Why did you disagree with him? Сен онымен не үшін келіспедің? Where did you hide? Сен қай жерде тығылдың? Where did you hide it? Сен бұны қай жерде тықтың, немесе қай жерде жасырдың? Where did you throw it away? Сен бұны қай жерге лақтырып жібердің? Where did you lose your money? Сен ақшаңды қай жерде жоғалтып алдың? Who did you meet there? Сен ол жерден кімді кездестірдің? Who did you see in the park? Сен парктен кімді көрдің? Who did you give it to? Саған бұны кім берді? Мінекей балалар, осымызмен бүгінгі сабағымыз аяқталды. Келесі сабағымызда нақты сұрақты үйренуді жалғастырамыз. Келесі сабағымызда басқа нақты сұрақтарды үйренетін боламыз. Олай болса, бүгінгі сабағымыз аяқталды. Барлықтарыңызға көргендеріңе рахмет. Сау болыңыздар.